Сәлем достар, бүгін біз бауырсақ жасауды үйренетін боламыз. Ең алдымен 2 қасық қантқа жылы суды араластырамыз. Содан кейін 1 қасық дрожжбен барлығын араластырып, шамалы уақытқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды илейтін боламыз. Ол үшін бізге ұн, сонымен қатар тұз, 1 қасықтай тұз қосамыз. Ас қасық. Сонымен қатар 100 грамм маргаринді осылай ертіп алып қосамыз, е. Содан кейін бізде жаңа дайын болған апарамызды, яғни бұл жерде бізде 2 қасық қантпен және де 1 қасық дрожж бар. Осыны құйып жібереміз. Содан кейін сүт, яғни қолдың сүті болса мүлдем керемет болады. Яғни 200 граммдай сүтті қосатын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны біз қайта-қайта қайтарып илей беретін боламыз. Және де үстіне кішкене шемішке майды құйып жібереміз. Сосын қойып қойғаннан кейін 20 минуттан кейін қайтадан қайтарып илеу керек болады. Бірнеше рет, 2-3 рет қайтарып илесеңіздер, қамырларыңыз жұп-жұмсақ, тамаша болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз ашыды. Енді осы қамырды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін оны әдемілеп домалақтап қоямыз. Және де соның ішіндегі біреуін алып, және де бастап жая бастаймыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді осындай домалақ кесетін затпен осылай домалақтап барлығын кесіп шығамыз. Дайын болған, домалақталған біздің бауырсақтарымыздың бетін шамалы уақытқа жауып қоямыз. Сол кезде ол әдемі болып көтеріледі. Енді қызған отқа, яғни майға бауырсақтарымызды әдемілеп қуырып аламыз. Асықпай қызартып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Бауырсағымыз өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға да астарыңыз дәмді болсын. Осындай рецептпен бауырсақ пісіріп көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, және де комментарийлар жазып кетіңіздер. Ұсыныстар, немесе тілектер жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше барлықтарыңызға да сәттілік. Сау болыңыздар.